Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін итмұрын туралы пайдалы ақпарат айтатын боламын. Оны жабайы раушан деп атайды. Итмұрын құрамында витамин С, А, В1, В2, В3, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, темір, макро-микроэлементтер, тағы да көптеген Менделеев таблицасының жартысы бар. Лимонға қарағанда итмұрында 20 есе витамин С көбірек. Адам бойындағы холестеринді азайтады, қан қысымын қалыпқа келтіреді, иммундық жүйені жақсартады. Итмұрын бағалы дәрумендерге өте бай жеміс. Шығыста итмұрынды аса жоғары бағалап, оның адам күш-қуатын жоғарылататын, көңіл-күй көтеретін, әдемілік пен денсаулықты арттыратын қасиетке ие екенін айтады. Бұл өсімдік ұйқыны тыныштандырады, күйзелістен шығуға жақсы әсерін тигізеді. Итмұрын тұнбасымен бетіңізді жусаңыз, жақсы ылғалдандырып, нәрлендіреді. Бір ескертетін жайт, гастриті бар адамдарға және жүкті әйелдерге дәрігердің рұқсаты керек. Егер де осы ақпараттар пайдалы болса, каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар.